Ал құрметті жас түлек, көп баланың қорқынышына айналған оптика бөлімінің осы бір линзаларын сіздерге түсіндіретін боламын. Алдағы уақытта Наурыз ұбытыда келуі қаупі өте жоғары. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз, подписаться кнопкасын басып қойыңыз. Бастадық. Осы тұрған қатарына тұрған 3 линза. Дәл осы реттік бойынша сіздерге сұрақ келеді. Ал астында дәл осындай вариантта тұрады. Мен бірден жауаптарын жазып қойдым. Мына тұрған егер ішке қарай кіретін болса, ол ойыс болып саналады. Өйткені өмірде қазақта сөз бар ғой, былай тұратын нелер ойыс. Ал дөңес дегендер дөңдер дейді ғой, дөңдер, яғни кішігірім бетінен шығып, жердің бетінен шығып тұрғандар. Ал ойыс деген сөз мынандай тереңдікке кеткендер. Сондықтан осындай тереңдікті көретін болсаңыздар, ол демек ойыс болып табылады. Ал дөңес деген сөз сыртқа қарай бүйтіп шығып тұрған дөңес болып табылады. Міне, демек жауап бойынша ойыс, дөңес сыртынан шығып тұр, ал мынау ойыс қайтадан ішіне қарай кіріп кеткен. Ал мынау ойыс тоже ішке қарай кіріп тұр, ал мынау жазық. Неге жазық? Өйткені ол тек қана не болып тұр? Тік-тіке болып тұр. Я ішке кіріп тұрған жоқ, немесе сыртқа шығып тұрған жоқ. Келесі жолы оптикадан осындай сұрақта келетін болса, личка жіберіп қойыңыз. Келесі жолы сіздің есебіңізді талдауымыз мүмкін.